Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі бірінші сынып. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз мен анаммен барамын. Балалар, сабақтың мақсатымен таныс болайық. Кіммен? Кіммен? С кем? Балалар, біз өткен сабақта дыбысы туралы өткен болатынбыз. Дауысты дыбыс. Ол жіңішке айтылады. Қазір біз сендермен әрпі туралы әліппе мультфильм көреміз. Сәлем достар! Бүгін біз әліппенің әрпін үйренетін боламыз. Бізге көмекке Поли Робокар, сәлем балақайлар, және Мини Маус, сәлем, келіп отыр. Ал достар, алдымен әрпінен басталатын сөздер айтып, кішкене жаттығу жасап алайық. Әтеш, әже, әлем, әріп. Жарайсыңдар. Ал енді кішкене сайыс өткізейік. Сайысымыз буынға бөлу деп аталады. Сендерге берілген әрпінен басталатын сөздерді буынға бөлу керексіңдер. Ал дайынсыңдар ма? Кеттік. Маған берілген әтеш сөзін әтеш деп екі буынға бөлдім. Жарайсың? Мини, баста. Маған берілген әріп сөзін мен әріп деп екіге бөлдім. Жақсы балалар, біз әрпі туралы шағын мультфильм көрдік. Енді келесі тапсырмаға көшейік. Тыңда, қайтала. Мен дүкенге барамын. Я иду в магазин. Мен анаммен барамын. Анаммен. Ана деген сөздің аудармасы қандай еді? Әрине, мама. Я иду с мамой. Мен әжеммен барамын. Мынау әже. Я иду с бабушкой. Мен атаммен барамын. Я иду с дедушкой. Анаммен, әжеммен, атаммен. Повторяем вместе. Анаммен, әжеммен, атаммен барамын. Жақсы балалар, жарайсыңдар. Екінші тапсырманы кесте бойынша айтайық. Сен қайда барасың? Куда ты идешь? Мен мектепке барамын. Мен тауға барамын. Мен дүкенге барамын. Мен саябаққа барамын. Бұл сөздерді біз білеміз. Эти слова мы уже знаем, ребята. Мы проходили с вами. Следующий вопрос. Сен кіммен барасың? С кем ты идешь? Мен анаммен барамын. Я иду с мамой. Мен әкеммен барамын. Я иду с кем? С папой. Мен әжеммен барамын. Я иду с бабушкой. Мен атаммен барамын. Я иду с дедушкой. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Келесі тапсырмаға назар аударамыз. Үлгі бойынша сөйлес. Говори по образцу. Сен қайда барасың? Куда ты идешь? Мен мектепке барамын. Я иду в школу. Сен кіммен барасың? С кем ты идешь? Мен анаммен барамын. Я иду с мамой. Анасымен бірге мектепке жүріп барады. Суретте. Есте сақта, запомните. Мен барамын. Я иду. Мен мектепке барамын. Мен дүкенге барамын. Мен тауға барамын. Мен үйге барамын. Мен бармаймын. Я не иду. Мен дүкенге бармаймын. Мен тауға бармаймын. Төртінші тапсырма. Толықтырып айт, сұрақтарға жауап бер. Дополните предложение. Ответьте на вопросы. Алмабек задает вам вопрос. Сен қайда барасың? Сен кіммен барасың? Куда ты идешь? С кем ты идешь? Мен мектепке барамын. Мен дүкенге бармаймын. Мен тауға барамын. Мен саябаққа бармаймын. Балалар, сендер жақсы жауап беріңдер. Вы правильно ответили на вопросы. Жазу дәптеріндегі бірінші, үшінші тапсырмаларды ашып мұқият орындаймыз.
Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар. Әрпін қайталаймыз. Повторяем букву Ә.